Есімім Акашев Данияр Қанатұлы. 1990 жылы 26 шілдеде Шұбарқұдық елді мекенінде дүниеге келдім. Осы Темір ауданы бойынша жалғыз орман шаруашылығы Темір орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесіне 2015 жылы 5 қаңтарда жұмысқа тұрдым. Қазіргі таңға дейін жұмыс істеп келемін. 10 жылдан кетті орманшы болып па? Я бірінші лесничий болып орналастым. Лесничий типа не сияқты, бас маман сияқты. Лесничий болдым, так 5 жыл, 4 жыл. 2019-дан бері қазір орынбасармын. Оқыған мамандық болса орманшы болады. Оқыған мамандығым орман шаруашылығы инженері. Қайда? Алматы. Бұрында СХИ деген қазіргі Қазынау национальный аграрный университет. Соны точно. Жалпы Темір орман шаруашылығы жалпы аумағы 20.326 гектар, оның ішінде 3.400 гектар жер орман көмкерген аумақ. Жалпы орман шаруашылығының басты мақсаты орман қорын молайту, күзету, өрттен қорғау сияқты жұмыстармен айналысамыз. Қазіргі таңда 6 гектар орман тәлімбағымыз бар. Ол жақта қарағаш, терек, үйеңкі, шаған, қарағай, қарақат секілді орман тұқымдарын теріп, себу жұмыстармен айналысып жатырмыз. Бұл кісі Құлыншақ деген ағамыз, потомственный лесовод. Бұл кісінің әкесі де лесник болған, именно осы участокта. Жұмысымыз осы. Бүкіл көріп тұрған айналanda қарағаштардың бәрі осылай шығады, тұқымнан. Тұқым жинаймыз, елейміз, осыдан басталады бәрі. Алып оламыз. Күн жел ғой, көріп тұрсыңдар, жеңіл ғой, ұшып кетеді сепкен кезде. Сондықтан суға малып аламыз, чтобы ана ұшпас үшін ше. Сосын жұқалап себеміз. Мынау трафарет қой, чтобы дзю шықсын. Линия дзю шығу үшін андай болып, ана линияларды көрдіңдер ғой? Ара плендарда. Дәл сондай болып шығады ғой ертең. Тұқымдарды осылай себеміз. Сосын жайлап үстін топырақпен тек көріп шығамыз, ол ұшып кетпес үшін болды. Жалпы мына орман көшеттерін көбейту екіге бөлінеді ғой. Тұқыммен және вегетативный. Семенное размножение, вегетативное размножение дейді. Семенное размножение мына тұқыммен шығаратын талдар бізде мына қарағаш, өрік, үйеңкі, шаған, қарақат секілді тағы басқа талдарды біз тұқымнан шығарып көбейтіп отырмыз. Ал мына вегетативный путем шыбықты кесу арқылы орман көшеттерін көбейтуді бізде екі теректің түрі бар, сүмбіл терек және қазақстандық терек. Биылғы жылға екі терек және тау ағаштарының қалемшелерін 30 000 дана дайындап, қазір тәлімбаққа егуді бастады. Жаңа сеуіп жатыр ғой, көрдіңдер ғой? Міне бастап шығып жатқандары уже. Қарағаштар шығып жатыр. Басында ең бірінші 6 мамырда ектік осыны. Уже шығып жатыр. Бір жылда 50 сантиметр болады ғой. Посадочный материал бәрі өзіміздікі, сатып алмаймыз. Мынау жаңа Нұрбек саған айтқан череноктар. Суға сықып қойдық. Мынау теректің шыбықтары. Осылай дайындап аламыз, посадочный материал. Осыны жер дайындап каждый день егіп шығамыз. Мынау капельный лента ғой, эмиттерный. Шаг 20 сантиметр. 20 сантиметр сайын қадап отырамыз осы. Осылай қадап шығамыз. Пока бұдан су жіберген жоқ, ертең су жіберіп жерді жіберіп қаламыз. Осылай қадап шығамыз. Бір жылда уже 1,5 метр, 2 метр. Жалпы қазір орман шаруашылығын бітіріп жатқан мамандар орман шаруашылығына түсіп, мен орманшы болам, мен орман қорын көбейтем, Қазақстанның жаңағы экологиясын түзетем деген жастар қалай болғанда да аз болып тұр қазір. Данное время. Оған неге дейсің ғой?
агитация слабый. Сосын орман шаруашылығының популярность жоқ ондай. 25 жылда мемлекет басшысы жұмысшы жастар жылы деп белгіледі ғой. Соған енді мен хотя бы мына бітіріп жатқан түлектердің арасында 1% болса да осы орман шаруашылығын таңдаса деп ойлаймын. Жалпы Қазақстан бойынша да. Себебі бұл елімізге деген, экологиямызға деген бір үлкен себеп және сауапты іс деп ойлаймын. Әрбір егілген тал бір сауап, не только адамға, жан-жануарға, айналамызға, қоршаған ортамызға үлкен септігін тигізеді ғой, экологический фаунаға. Алдағы уақытта үміттенеміз енді. Жас кадрлар болса екен дейміз. Шымшық сойса да маман, қасапшы сойсын дейді ғой. Бұл әр істің өзінің маманы болған жақсы ғой әрине.